Көп кісілер мешітке кіреді, бейғам кіреді. Мешіттің қадірін біле бермейді. Мешітке келіп, дүние сөзін сөйлейді. Мешітке кіріп келген кездегі түрін көрсеңіз қорқасыз. Анау кісі бейне бір күреске кіріп келе жатқан палуан сияқты. Екі қолы екі жағында қанат. Мұрын деген аспанда талтаң басып мешітке кіреді. Сіз кімнің үйіне кіріп келе жатсыз? Bir құлыңыздың үйіне ма? Кімнің үйіне? Қожайыныңыздың үйіне емес па? Алланың үйіне ғой. Пайғамбарымыз айтады, мешітке кіргендегі дұғаларды. Оң аяқпен кір, сол аяқпен шық, мынадай деп айт дейді. Соны сақтанатындарыңыз бар ма? Пайғамбарымыз мұны жай ғана айтты ма? Ұлы адамзаттың асыл тәжі. Алла тағала осы топырақ бетін бастырған мақлұқтарының ішіндегі ең абзалы болған Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам осы мешітке кіргенде оң аяқпен кіретін, сол аяқпен шығатын, сол Алланың үйіне кіріп келе жатқанды сезінетін, кірген кезде, жүрген кездегі ісінің барлығы өзінің орнымен болатын. Мысал айтайыншы, әлбетте валиллахил масалул а'ла, Алла тағалаға пенде тең келмейді, пенденің істерін теңестіріп болмайды. Бірақ түсіну үшін, жаймен ғана түсіну үшін мысал келтіргім келіп отыр. Ана деген нәрсе бар, ұлық зат бар ана деген. Сол анаға бала қалай келеді, айтыңызшы, үйіне кіріп келе жатқанда. Еншіңізді алып, бала шағалы болдыңыз дейді. Сағындығыңыз бір күні, кіріп келе жатқанда қалай кіресіз? Құшағына енуге кіресіз. Сақал шығып, әке болсаңыз да, байқайсыз ба? Анаға сіз баласыз, өмір бақи. Жасыңыз 60-қа келіп, анаңыз тірі болса да, сол кезде, бәрібір балапансыз оған. Сіздің иісіңізді бәрібір ол кісі жақсы көреді, немересінің иісі бар ғой, бірақ сіздің иісіңіз оған бөлек болады. Үлкен болсаңыз да келіп, соның бір кеудесіне басыңызды қойып, кішкентай болса да, ешкім жоқ, көрмей-ақ қойсын деп, ешкім жоқ кезде кеудесіне басыңызды қойғыңыз келеді. Ал анасын жоғалтқандардың сағынышын айтыңыздаршы. Қандай адам еді? Ақылшыңыз еді. Сол заттың үйіне кіріп келе жатқан кезде қалай кіресіз? Бет алды кірмейсіз ғой. Сағынышпен кіресіз. Көрсем екен, құшағына бір енсем екен деп кіресіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның керемет осындай хадисі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір үш кісі мешітке кірді. Мешітке кірді да, саптың әр қалай екенін көрді. Сапта бір кішкентай, алдыңғы сапта орын бар еді. Бір кісі, бірінші кірген жігіт, аздап пысықтық жасады. Жүгіріп барып, сол сапқа еніп кетті. Екінші жігіт, момындау екен. Ұялды ентелеуге. Сол жобалап келіп қатардың жанына ілесті. Үшінші жігіт, бұлай қарады, орын табамады да бұрылып кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттың ұстазы. Мен сіздерге үшеу жайлы хабар берейін ба дейді. Біріншісі ықыласпенен келді де орнын тапты. Алла тағаланың құшағына енді, енгісі келді. Алла тағала оны құшағына алды дейді. Алланың құшағына енді дейді. Қарасаңызшы, сіз мешітке Алланың құшағына енуге келесіз. Жай ғана тайраң басып талтаңдап емес, Алланың сізді бүкіл мақлұқаттардан бөліп жақсы көретін Алланың құшағына енуге келесіз.
Махаббатын білгіңіз келе ма? Сіз мына дүниеге келген кезде еш нәрсе білмейтін едіңіз. Бір ғана кесім етедіңіз. Қол аяғыңызда сүйекте бітпеген шеміршек. Өз тамағыңызды таба алмайтын, сөзіңізді сөйлей алмайтын, жүре алмайтын дүниеге келдіңіз. Қауқарсыз болып. Қызыл шақа ет. Алла тағаланың махаббаты сізге бір әйел менен бір еркекті жаныңызға, шылауыңызға байлап, құл қылып қойды соларды. Сол еркек пен әйел бүкіл адамзатпенен соғысып кесе де, сізге арманыңызды тауып беруді аңсады. Ішіндегі бүкіл қымбатын сізге арзан қылып табаныңызға тастады. Табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін деп тіледі. Кішкентай ғана ауырып ызбайлансаңыз, е Құдай, соған дерт бергенше, мені алсайшы, мені ауыртсайшы деді. Жалған ба? Сол махаббат, сол кісілерде жоқ еді. Сол екеуінде жоқ еді. Соларды иіп берген кім? Солардың махаббатын жүрегіне байлап, сіздің шылауыңызға байлап берген кім? Бір Алла емес па? Неге істеді оны? Өйткені өзінің махаббаты одан да зор. Өзінің махаббаты одан да ұлық сізге деген. Сол үшін екі өзінің пендесін алып, жайын жүрген, еркін жүрген екі пендесін алып сізге құл қылып берді. Өзінің махаббатын сезіндіңіз ба? Білмедік қой көпке дейін. Құдайды танымай да жүрдік. Бірақ сол танымай жүрсе де сізді сүйді. Сондай махаббат бар ма сізде Аллаға деген? Сіз бір адамды жақсы көрсеңіз, мысалы дейік, осында әкелер бар, аналар отыр. Перзентіңізді жақсы көрдіңіз, бірақ перзентіңіз сізді елемесе, қандай болады жүрегіңіз? Өзім болдым, өзім толдым, өзім тудым десе не дейсіз? Жүрегіңіз қаққа қажырайды. Неге? Өйткені махаббатыңыз бар перзентіңізге деген. Бірақ сол сізді білмейді ғой, әттең шіркін. Сол махаббатыңызды білмейді ғой деп қысыласыз. Қысылғаннан қара жүрек қаққа қайрылады. Бірақ сізбенен біз Алланы танымай жүреміз. Бір Құдайға серік қосамыз. Басқа біреуден келіп сұраймыз, тау менен тастан, от менен судан сұраймыз. Сиырға табынамыз келіп. Сонда да Алла сүйеді екен ғой, сонда да. Сонда да соны қызғанып тұрса да сол тау менен тастан. Қызғанып тұрады Алла. Қызғанып тұрса да сізге кешіріммен қарайды. Бір күні адасып келіп басыңызды исеңіз, бүкіл күнәңізді жоқ қылады. Сонда бұрынғы жасаған амалдың бәрін есіңізге салмайды да. Баяғыда не істеп едің сен деп қабылдамай қоймайды да. Бәлки мешітке кіріп келгенде құшағын жайып тұрады сізге. Сіз мешітке кіргенде сонда Алланың құшағына енуге кіресіз. Сезінесіз ба осы сөздерді? Яғни жай кірмейсіз мешітке. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай ол хадисінде. Алланың құшағына енуге кіресіз. Сонан соң пайғамбарымыз айтты. Ал екіншісі деді. Ұялды. Алла да одан ұялды дейді. Алладан ұялған ұятты қараңыз. Пенделеріне қиянат жасап қоймайыншы. Біреуге ауырлық жасап қоймайыншы. Біреудің иығын басып. Осы Құдайға табынып жатқан адамға қиыншылық тудырмайыншы деп сезім менен саптың бір бұрышына келіп орын тапты. Алла орын тауып берді оған. Ал үшіншісі дейді, теріс бұрылып кетті. Алла да одан теріс бұрылды дейді.